Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен әдеттегідей Айданка Серікбаева. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен саңырауқұлақтан жасалатын жульен жасайтын боламыз. Мен дәл осы тағамның қазақша рецептісін YouTube арналардан іздеген болатынмын, бірақ қазақша нұсқасын мүлдем таппадым. Сол себепті өзім түсіруге шешім қабылдадым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай пиязды орташа бөліктерге бөліп турап аламыз. Содан соң саңырауқұлақты да дәл сондай етіп тураймыз. Менде бұл рецепт бір адамға арналған, яғни бір порциялық рецепт. Ал сіздерге көптеу порция қажет болса, қажетінше саңырауқұлақ пен пиязды да көптеу аласыздар. Мен видеоны әдейі осылай өз дауысын өшірмей салдым. Осы турап жатқан звуктың барлығы сіздерге естіліп, тамақ істеуге бір сіздердің де керемет желанияларыңыз ашылсын деп. Табамызды жақсылап отқа қыздырып, содан соң күнбағыс майын құйдым. Негізі сары майды салсаңыздар да болады, өте дәмді болып шығады. Пияз сап-сары болып, әдемі болып қуырылған соң үстіне саңырауқұлақты саламыз. Өзінің сөліне тағы да бір 10-15 минуттай қуырылуы керек. Міне әдемі болып өзінің сөліне қуырылып жатыр. Енді үстіне 10% сливки құямыз. Одан кейін тағы да жақсылап, аздап қуыратын боламыз. Аздап қуырып алдық. Енді үстіне 20% сметана, яғни қаймақ саламыз. Оны да тағы да жақсылап араластырып, 2-3 минут аздап қана қуырамыз. Енді осындай арнайы духовкада сынып кетпейтін ыдысқа салып, бетіне үккіштен ірімшікті өткізіп, осылай әдемілеп салып, 220 градуста духовкада 10-15 минуттай жақсылап пісіріп аламыз. Біздің ірімшігіміз әдемі болып еруі қажет. Міне біздің ірімшігіміз әдемі болып еріп жатыр. Енді ала берсек болады. Менің арнамнан тағы да қандай рецепттер көргілеріңіз келеді, төменге комментарийға жаза кетсеңіздер. Және де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.